Енді осы адам баласының ең тәтті кезеңі осы балалық шағы ғой. Сіз осы өзіңіздің кішкене балалық шағыңыз туралы кішкене тоқталып айта кетсеңіз қысқаша. Мен енді 1953 жылы 14 майда дүниеге келіппін. Қытай Халық Республикасының Ақ-Дала деген жерінде. Сол жерде әкем алғашқы балалардың бәрі өле берген, медицина жоқ, ол кезде еш нәрсе жоқ. Содан бір үйге келіп, атпен келіп, Құдай қонақпын деп қонып жатса, айтады екен, менің осы әйелім 2 қабат ет дейді. Ол үйдің іші жаңағы әйелі 7 қыз тауыпты, ол ұл күтіп отыр екен. Ал менен әкем айтады, маған осындай 7 қыз берсе, мен Аллаға ризамын деп, әкем жетен жаңағы жерде Алладан тілейді. Үйге келсе, әйелі босанып, мен өмірге келіп. Мені әжеміз Рабиға деген өте жақсы тәрбиелеген. 5 жасыма дейін оның мен әкем мен шешем, елімнің өзі туған жері Алматы облысы Қарасаз. Біз Мұқағали Мақатаевпен 4 атадан қосыламыз. Бартай, Мақатай дегендердің бәрі сол кісілерден. Енді туыстарымыз сол жерден күтіп алды. Бірақ әкем әлі де болсын осы үкіметтің жіберген өгізді үкіметке бағынады ғой. Сол жерінде жұмыс істегенде Ақтоғай ауданының Бірлестік деген жерінде сол жерде әкем 10 жыл қой бақты.